Алғашқы өлеңім туған жерге арналған. Туған жерім, аялаймын мен сені, сен анамсың, мен балаң, соншама ыстық құдіретіңе таң қалам дегендей бір жылдармен жазылған еді. Алғашқы оқырманым өзімнің класстастарым, қазіргі тілмен айтқанда сыныптастарым. Әдебиеттегі алғашқы ұстазым әрине менің әдебиет тіл пәнінен дәріс берген ұстазым. Өтеғұл Жидеханов деген мектептің директоры, әрі сол жаңа тілді маман деп айттым. Сол кісі, енді ол кісі өзі ақын болмағаннан кейін, әйтеуір бірақ менің жаңа өлең жаттауыма, сөз саптауыма сол жағына көп мән берді. Ал енді жалпы әдебиет, үлкен әдебиет әлеміндегі ұстазға келетін болса, онда Едош Асқар ағай, осы Ақтөбенің журналистикасының ардагері, қаламгер. Сол кісі мен екі бастан көзеп, былай қарағанда баптап дегендей барлық әкелік ықыласыменен маған көп көмегін берген сол кісі бар ақылыменен. Өлеңім, жаңа айтып отырған алғашқы өлеңім, менің сол кездегі Пионер журналы Фариза Оңғарсынованың редакторлығымен шығып тұрған қазіргі Ақ желкен болу керек. Сол журналда жарияланды. Екі шумақ қана болды-ау деймін деп ойлаймын. Алғашқы қаламақым осы Ақтөбе газетіне аяққұм қамқор болар, аяп кім деп 15 жасымда өзімнің ауылым туралы, ауылымның әлсіреп бара жатқан хал-жайы туралы бір мақала жазғанмын. Сол мақалаға қаламақы алдым, осы Ақтөбе газетінен алдым. Қайда жаратқаным, мен 15 жасымда студент болдым. Соған қарағанда енді тамақ алып жеп, сондай ұсақ түйекке жаратқан шығарым, дәл есімде жоқ екен. Алғашқы кітабым жаңағы айтып отырған Едош Асқар ағай. Сол кісінің алғы сөзіменен, және аты да Айқызы Арман болды. Содан кейін мен ағайға бір күн сол кітаптың атын ойланып жүрген күндерде айттым, ағай, мен қалайда бір Айқызы деп бір айға мән бергім келеді, соған бір салмақ салғым келеді дедім. Себебі сол кездегі балаң өлеңдерім еді. Балаң өлеңдерім ішінде мен көбіне айға, бір айдың аты көп айтылған жерлер өзіме бір нетті да, есімде қалды. Содан кейін бір күн таң алдым екен, ағай маған телефонмен хабарласып тұр. Сонда соған қарағанда ол кісі менімен бірге толқып қатты ойланған болу керек. Гүлімай, осы Айқызы сосын тере деп қояды, және арман болса қайтеді деп. Қуанып кеттім. Ағайға рахметімді айтып, Айқызы Арман деген атпен шықты. Ең алғашқы кітабым. Алғашқы сындар дейін ба, себебі ол кезде бәрін біз хатпен жолдайтынбыз өлеңді редакцияларға. Шалқар ауданының аудандық газетіне, осы Ақтөбе облыстық газетіне, жаңағы балалар журналдарына, республикалық Қазақстан әйелдеріне жіберетінмін. Солардың барлығынан айналайын деп басталған, қарағым деп басталған, қолмен жазылған хатқа жауаптар келетін. Сенде табиғат берген талант бар, соны ұштауың керек, көп ізден, оқы дейтін. Сосын бірақ мен сол кезде балаң оймен, егер менде табиғат берген талант болса, ізденудің, оқудың қандай қажеті бар деп ойлағанмын. Алғашқы махаббатым, менің алғашқы бір жүрегімді тебіренткен, тіпті енді алғашқы дегесін ол енді сондай бір нәзік сезім өмір бойы жүректе қалатындай болу керек деп ойлаймын да. Ол бейне менде Мәди Бапиұлының бейнесі. Енді біреулер оны былай қабылдай алмай қалуы мүмкін, менің бұл айтқан мәлімдемемді. Бірақ шынымен де мен сол енді губернатордың қызы Натальядан артық ғашық болдым десем, рас айтқан болам деп ойлаймын. Себебі ол кісінің әрі ақын, батыр, сондай бір бейнесі, әрі сұлу ер азамат ретіндегі мені соншалық тартты. Мен армандап, қиялданып, Қарағандыны, Қарқаралыны көз алдыма елестетіп жүретінмін. Сол бейне менде әлі бір сондай бір аяулы күйінде қалды да, оның орнын ешкім ете алмайды. Сондықтан оның үстіне алғашқы махаббат деген сөз, ол міндетті түрде ол жауапты махаббат емес қой деп ойлаймын да. Ең алғашқы өлеңдерім, біз мына түркі тілдес халықтардың 12-ші форумы өтті. Сол кезде біз қырғыз,
өзбек жалпы түркітілдес қаламгерлердің бас қосуы болды да. Сол кезде қырғыз ақыны аты есіме түспей тұр. Менің алғашқы өлеңдерімді алғаш қырғыз тіліне аударды, сосын өзбек тіліне аударды. Оған енді былай қарағанда мұрындық болған қазақтың қаламгері ақын жігіт Саят Қамшыгер. Байқауым, ұмытпасам, Батыс Қазақстан облысында Қайрат Жұмағалиевтің 80 жылдығына арналған республикалық мүшәйра болды. Сол мен негізі мүшәйраларға көп қатыса бермейтінмін. Бірақ телевидениеден бір сол кісінің несін көріп қалдым. Сол жасы егде тартып қалған кезінде ол кісі өзінің анашының өмір бойы анасын анашым деп өткен екен. Әр сөзінде қайталап келіп анашым деп көзінен жас парлап тұрып, ана кісінің бір беріп тұрған сұхбаты мен жанарым шалды да. Содан кейін менде бір тебіреніс болды. Содан сол мүшәйраға қатыстым, 3-ші орын алдым. Онда егер шынымен де ең алғашқы болса, онда менің бұрын біз бала кезімізде мына жеген конфет шоколадтарымыздың қағазынан гүл жасайтынбыз. Түрлі түсті бірдей қағаздарды алып. Сол гүлдерден жасадық, оны қарандаштың бойына бекітіп, кәдімгі раушан гүлін шығаратынбыз. Сол гүлдерді әрине мен міндетті түрде анашыма сыйлайтынмын. Сосын сондай қағаздан, сосын менің өскен ауылымда Аяққұм деген жерде құртқа шашақ деген өсімдік болатын. Ол көктемде одан тек қана күлгін түсті гүлдер шығады. Басқа қызыл, жасыл деген жоқ, сары деген, тек қана күлгін түсті. Сол күлгін түсті гүлдерді жинап алып келіп, анама сыйға тартатынмын. Егер пенде ретінде алғашқы сапар деп айтатын болсақ, онда мен ең алғашқы сапарым ауылдан 200 шақырым жердегі аудан орталығы. Себебі үлкен кішілердің бәрі оны қала дейтін, тіпті Шалқар деп атын да айтпайтын. Сондықтан тіпті артынан облыс орталығында жүрсе де, ауылдың адамдары қала деген кезде сол баяғы аудан орталығы бір үлкен қала сияқты болып, сондай бір өзінің несі болды. Менің алдымда бір дәрежесі болды да. Пенде ретінде сол қаланы айта аламын. Ал егер әдеби әлемге келетін болсақ, әдеби әлемдегі менің алғашқы сапарым Қазақстан жазушылар одағының ұйымдастыруымен әдеби жоба болды. Сол әдеби жобада кәдімгі нақты біз өзіміз мақсатпен шығып, мен мынау Қостанай облысы, оның ішінде өзім армандап жүрген Торғай өңірі, Кейкі батырдың өңірі, Амангелдінің туған жері, жалпы Ыбырай Алтынсарин, енді Бейімбет Майлин айта берсе, біздің ғажайып тұлғаларымыздың мекенін бір аралап, содан бір кітап жазып, жазушылар одағының өзінің қаржысыменен сол кітап басылып шықты. Сол менің әдеби ғажап сапарым болды. Алматыны мен ең алғаш журфакқа құжат тапсырып, 2 айдай Алматыда болдым. Сол ең алғаш барғанда қасымда Жайнагүл деген құрбым екеуміз Алматы қонақ үйіне орналастық. Ең алғаш Алатауды көргенім, ең алғаш Алматыны көргенім. Ол енді Алматы әркімнің өзінің жүрегінде бір Алматы бар. Сөзбен жеткізуге мүмкін емес. 2 айдай болып, барлық әдеби конкурстардан, тіл, әдебиет деген жаңағы сабақтардың бәрінен 5-ке тапсырып тұрып, ең соңғы тарих пәнінен мен КПСС-тің шешімдерінің бір несінен цифрдан жаңылыстым. Жылдарының ба, қабылданған жаңағы қарарлардың ба, сол жерден мен төмен баға алдым. 2 алған болуым керек енді. Дәл қазір тіпті есімде жоқ, көп жылдар болып кетті. Сол жерден мен Алматыны тастап елге қайттым. Екінші рет барған жоқпын, бірақ. Сол кезде Алматы менің жүрегімде бір, қалай айтады, ақ пен қара суреттер ол кездегі. Қазіргідей түрлі түсті суреттер де жоқ. Алматының көшесін аралап, әр таңды атырған сайын жаңағы өзіміздің бөлмеміздегі терезені ашып қалғанда Алатауға қарап, Алатауды құшқым келіп, құшағыма сыйдырғым келіп, сондай бір таңғы самалмен керемет бір сезімдер болды. Алматы қашан барсаң да, қашан көрсең де бір өзің бір сағыныш, көріп тұрсаң да бір басқаша сағынышпен қалады ғой адамның көкірегінде. Астананы мен шынымды айтсам, ең алғаш көргенде ол ертерек болды. Мен ата-ана ретінде республикалық ата-аналар форумына барғам, Ақтөбе облысының.
атынан сол кезде біз барлығымыз енді басқа немен барғаннан кейін біз бір қонақ үйге орналастық. Бір енді көпшіліктің ортасында жүргеннен кейін қалаға қарайтын, жан жаққа қарайтын көп басында мүмкіндік болмады. Өзім ойлаймын, мүмкін содан мен солай қабылдап қалған шығармын деп. Мен Астананы бір тоқтаусыз жел есіп тұратын, ол кез тамыз айы болу керек. Сонда да болса бір салқындау ма, сосын бір көшеде халық біздің Ақтөбедегідей сонша бір тіршілік қайнап жатпаған кезі ма, әлде Астананың, енді шынымды айтсам, Астананы бір сондай қатты жүректі лүпілімен соншалықты қатты ұнатып қалдым деп өтірік айта алмаймын. Себебі енді ертерек Астананың да жаңа қала ретінде белең алып келатқан кезі болды ма деп ойлаймын. Бірақ енді Астана қай уақытта да ол біздің мемлекеттің жалпы халықтың тағдырлар шешіліп дегендей елдің келелі әңгімелері айтылатын орын болғаннан кейін елеңдейміз, алаңдаймыз, жақсы көреміз. Ол қазіргі сезім енді. Алғашқы сезім, бірақ та енді керемет болған жоқ. Мен енді өтірік айта алмаймын.